Музыка сабағы 3-ші сынып 8-ші сабақ. Сәлематсыздар ма, балалар? Сабақтың тақырыбы айтыс сөз өнері. Бүгінгі сабақтың мақсаты тыңдалған әнге және басқа музыкалық шығармаларға байланысты өз идеясын ұсыну және сахналау. Музыкалық жанрлар мен стильдерді анықтау және ажырату. Музыкалық шығармашылық жұмыстар жасау үшін өз идеясын ұсыну. Бүгінгі сабақта меңгеретініміз: айтыс жанрын ажыратамыз, сөзді мағынасына қарай ұйқастыруға тырысамыз, қарапайым суырып салма ұйымдастыруды үйренеміз, айтыстың көне түрі бәдік айтысы туралы білеміз. Бірінші тапсырма: ой толғау, талқылау. Айтыс өнері қазақтың ауызекі әдеби музыкалық өнерінің көлемді және аса құнды салаларының бірі. Суырып салма ақындық өнерінің желісі болып табылады. Айтыста халықтың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, дүниетанымы, эстетикалық, рухани және әлеуметтік көзқарасы қалыптасу байқалады. Айтыс атауы айтысу деген сөзден шыққан. Ол өлең сөзбен жарысу, сайысу, дауласу, тартысу, сынасу мағынасында қолданылады. Айтысу қара сөзбен де, күй тарту арқылы да, суырып салма өлеңмен де болуы мүмкін. Айтыс тыңдау. Аспанбек Шұғытаев пен Айнұр Тұрсынбаева айтысынан үзінді тыңдау. Айтыс өнері туралы өз пікіріңді айт. Інімнің мақтағаны шын болса екен ай, тілегі Айнұр менен бір болса екен ай. Павлодар, Петропавл, қазақша бай, сүйінші сұрайтындай күн болса екен ай. Айтайын жарамазаны төтесінен ай, жастардың үлгі тұтар көкесі болай. Иманды бір арудың жары болып ай, ұл қыздың салиқалы әкесі болай. Аспан жаным ай, аспан жаным оу, тек қана орындалсын баста арманың ай. Айтайын жарамазан алашыма ай, Атырау, Алтай, арқа арасына ай. Тілегім шетелдегі қандастарым оу, оралсын ата мекен даласына ай. Қандастарым ай, қандастарым оу, тілеймін ұлы көштің жалғасқанын ай. Астанамыз ай, басқа аламыз ай, болса екен бәріңіздің баспанаңыз ай. Айналайын Айнұрым, бәрін алған бәйгінің күнде бола бермейді дәл осындай жайлы күн. Келер жылы тұрғайсың, келіп жеңгем ай күнім, әнмен тербеп жүре бер аққулардың айдынын. Аймаңдайлы Астана, алаш қазық ақ саба, Айнұр жеңгем тіледі барлығыңа баспана. Адам көзі тояма топырақтан басқаға, ұят берсін басқаға, қуат берсін патшама. Тоқтатайын жырымдал, арғы жағын ұғыңдар. Екінші тапсырма: суырып салма. Мектебі менің тақырыбына суырып салма жаса.
Өлеңнің мазмұны міне ұйқасына мына сөздерді қой. Барғанша, жаңаша, тамаша. Айтыс әзіл тілінде берілген және балалардың ойлау қабілетін дамыту үшін қайым айтысқа жақын етіп алынған. Айтыс әуенін жүгіріп шықтым белеске әнінің қайырмасына салып орындаймыз. Үшінші тапсырма зерттеу, ән үйрену. Айтыс өнерінің бірнеше түрі бар. Ақындар айтысы атақты белгілі ақындар арасындағы айтыс. Қыз бен жігіт айтысы көбінесе ойын тойларда айтылады. Жар-жар айтысы үйлену тойы кезінде орындалады. Ең ежелгі айтыстың көне түрі бәдік айтысы. Сонау ерте заманда адамдар мал ауруының да иесі бар деп білген. Мал мен күн көріп отырған халыққа ең бір қиын ауру айналма деген мал ауру болған екен. Одан құтылу амалы аурудың иесі бәдікті үркітіп көшіру деп білген. Ол үшін кешқұрым ауыл жастары жиналып, сауық кеш өткізетін болған. Бәдікті сөзбен қорқытып көшіру үшін жастар екі жақ болып сөз сайысына түседі, кезек-кезек айтысады. Бәдік көш-көш деп басталып, көш-көш деп аяқталады. Бәдік әні. Барады бәдік кетіп найзағайға, жарқылдап гүрілдеген найзағайға. Көш, көш, көш. Барады бәдік кетіп асқар тауға, қар басқан биік тауға, биік тауға. Көш, көш, көш.